Зерттеулер көрсеткендей, күніне шамамен 10 000 қадам жүру инфаркт пен инсульт қаупін айтарлықтай төмендетеді. Кешкі серуен кезінде күні бойы жиналған стресс гормондары азайып, ағза тынышталады. Таза ауада қозғалу кезінде сіз көп мөлшерде оттегі жұтасыз. Бұл энергия алмасуды жақсартып, ағзаның өздігінен тазару және жаңару қабілетін арттырады. Соның нәтижесінде ұйқыңыз терең әрі сапалы болады. Дем алу жеңілдейді, өйткені серуен кезінде ағза көбірек қимылдап, таза ауа арқылы оттегі айналымы жақсарады. Сондықтан мұрын ашылып, тыныс алу жеңілдейді, ал бұл өз кезегінде ұйқының сапасын арттырады. Қорытындысында физикалық белсенділік, әсіресе кешкі серуен, ағзаға орасан зор пайда береді. Қазір көпшілігіміз күні бойы отырамыз, жұмыста да, көлікте де. Дене қозғалысы азайып, ал тамақ мөлшері керісінше көбейді. Соның салдарынан арты салмақ, қант диабеті және тамыр аурулары